Бүгін біз Әділет партиясын құру барысында Қазақстан Республикасының саяси партиялар туралы заңын талаптары, партияның өз жарғысы және заңдылық қағидаты қалай бұзылғанын, сондай-ақ Әділет және Аманат партиясының басшылығы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі мен орталық сайлау комиссиясының қылмысқа қалай барғанын кезеңін айтып береміз. 2026 жылдың 8 мамырында жаңа Әділет саяси партиясы құрылтай жиналысы өтті. Әділет партиясының өзінің әділдік, заң және тәртібі, жауапкершілік және патриотизм қағидаттарын ұсынатын партия ретінде таныстырды. Осы жиналыста партия жарғысы мен бағдарламасы бекітілді. Одан кейін 2026 жылғы 1 маусымда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі партиясының заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткізілді. Бір қарағанда бір заңды сияқты көрінеді, алайда дәл осы мемлекеттік тіркеуден кейін Қазақстан Республикасының саяси партиялары туралы заңында тікелей көзделген келесі міндеттер кезең басталады. Заң нені талап етеді? Мемлекеттік тіркеуден кейін міндетті рәсми толық орындалмайынша партия қандай да бір съезд өткізу туралы сөз болуы мүмкін емес. Қазақстан Республикасының саяси партиялар туралы заңның 10-шы бабы және 6-шы тармағында сәйкес мемлекеттік тіркеуден кейін партия өз аумағындағы филиалдар өкілдіктерін құрып, олардың әділет және органдарына мемлекеттік тіркеуден өткізуге міндетті. Бұл филиалдар еліміздің барлық облысында және республика маңызды бар 3 қала, яғни Астана, Алматы және Шымкент мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Жалпы саны кемінде 20 филиал болу керек. Бір филиалдың тіркеу үшін партия мүшелерінің саны кемінде 200 адам болу керек. Ал партия мүшелерінің жалпы саны кемінде 5000 адам болу тиіс. Филиалдар мемлекеттік тіркеу рәсімін аяқталғаннан кейін мынандай қадамдар орындалуы қажет. Филиалдардың басшылық органдарын қалыптастыру, филиалдарға қажетті мөлшерде партия мүшелерін қабылдау, өңірлік жиналыстар өткізу, өңірлік конференциялар, яғни баспасөз өткізу, филиалдардың республикалық съезге делегаттар сайлау. Кез келген саяси партия дәл осылай құрылады. Неліктен? Өйткені партияның ең жоғарғы органы ол съезд. Алайда съезд оны қатысушылары белгіленген тәртіппен сайлаған жағдайда ғана заңды болып есептеледі.